Мен Қалдыбек Нұрбол. Менің былайша айтқанда жастайымнан саудада өттім десем болады. 97 жылдан бері. 20-ден ба жылда? Сауданың былайша айтқанда әрбір адамның уже сөйлесуі, оның мінез құлқы, оның Қай жақта? Шымкенттесің бе? Иә, Шымкенттеміз. 97 жылдан бастап айтайын ба, қалай? Жоқ, ең басты неме қандай не көп айналысқаным, киім саттың ба? Киім көп айналысқаным, пакет и қос товармен айналыстым 10 жыл. Автоай болдым. Машина өтеттім бағанадай. Оны қайдан алдың? Қос товарды қайдан алдың? Қос товарды осы неден келдім. Барқолқыдан алып келіп, Шымкентке, былайша айтқанда Шымкентте 3-4 автоайық болды. Үшеуінің біреуі мен болдым. Сол кез автоайық болып жүрген кезде жанды ғана адамдарды кімді аласың? Ең бір жақын адамдарды аласың да. Сондайымыз жанымыз ашып қарай класстастарым болды мен бірінші. Ағамды, туысқандарымды алдым. Бәрімен ренжісіп, бәрімен қазір демеу болдың да? Жоқ, болды. Болады, міндетті түрде ол. Баяғы сол жүйені дұрыс істемегенбіз. Ақша дос жоғалттың. Дос жоғалттым. Тым ақшаны дұрыс жоғалттың. Ағайын туысқаныма, ағама не айтасың? Оларға ештеңе демейсің. Олар реніш қалды. Олар реніш болған жоқ, мен бір жақсы жерім. Жоқ, олар бәрібір енді ішінде болады ғой. Иә, болады. Еңбегіңе тұзын сорып отқаннан кейін. Сонша, мысалы, магазин істеп берсең, бересің де өздеріне. Сендер қадірін түсінбейді да. Жасаған жаманшылығың ол. Біреудің қарны ашып отырса, оған балық берме, оған қармақ бер дейді. Балық ұстауды үйрет, өзі істеп кетсе, өмір бойы ол балық ұстайды. Балық әкеп берсең, жеп атады, жеп қойды, ертең тағы әкел балық. Аш отырамыз ғой, сенде бар ғой. Енді оның ешқайсысын өтті кетті, жақсы, алдыға болашақ қарайық. Енді қос товар сонымен құлады ма? Ол құлады, ол зарды былайша айтқанда жабай сауда болды да, уже қазір айтқан болсаң. Бір жағынан командаң дұрыс емес, екінші жабай. Сол жерге болды да, кейінгі көрген нәрселеріне уже ғана компанияларды көре бастадым да. Компаниялардың мысалға Турциядан қалай келіп жатыр товарлар, оптым қалай істеп жатыр, бұл жерге тарқату, облыс бойынша тарқату қалай кетіп жатыр. Солардың қастарында жүрдім, мысалға осы шифрмен айналысатындар, пластик айналысатындар, садингтен айналысатындар, солардың прямой Турциядан келетін жігіттердің қасында көрдім да. Қызық, саудада істегенім қызық. Не зерттейсің, қалай келіп жатыр, қалай тасымалдап жатыр, кімдер алып жатыр. Сол қызық болып жатыр, қалай тіл жеп жатыр, бөліп, сол қызық, бірақ соны қалай айтсам болады. Сол үшін мен келдім да, ана жігітке айтып беріп отырсыз ғой. Менің саламда осындай салада, примерно. Сол мысалы қазір ойланып, кешелер Ташкентке зат қалай кіргізсем мысалы. Оқта қандай атын табамын, Россиядан затты қалай кіргізем. Өзбекстаннан бірінші ашқан кезде полный ашық қылды. Полный ашық қылды да, ане бардақ болды. Сөйтті де ограничение қойды. Бұрынғыдан қайда жеңіл. Қазір күліп ойнап кіріп, күліп ойнап шығып кетесіз. Бұрын мен кірмейін деп кеткен Өзбекстанға кіргем. Қазір зат кіргізу еш емес. Қиын емес. Ол жағынан соны просто мен білемін да, Ташкентке қазір не кіріп жатқанын, мысалы Россияда болдым, мысалы Россиядан зат кіргізуге болатын Қазақстанға көрдім. Сауданы қалай айтсам болады, мысалы сіздің телефоныңыз болса, мен телефонды зерттеймін. Кімдер алып жатыр, қандай керек болып жатыр, қандай ценада, қандай качествода. 2016-2015 машинамен алыстық. Россия ашылған кезде Россиядан машина тасыдық бері қарай. Қанша табып жүрдің? Ол $1000, $800, $5,500 соның арасында. Енді табысын сондай болып жүрді ме? Бір машинадан $500, өзі 3 теңге, 2-де 6-ға шейін түсті $. Кейде өтеді, кейде машина өтпей қояды. Бір айға өтпей қояды бола ма? Сол өтпей қойған мен өзімнен айтайын, бір минусқа кеткен күнім жоқ, кемі 120 теңге қалды. Өйткені айлық табыс қанша болып жүрді? Ол кезде ма? Ол кезде былай есептемедім, өйткені әркім машина пайда қалды ма? Атың кім? Нұрбол. Нұрбол, енді сезіп отырсың, ол жабайы бизнес екен. Білдім, соның бәрі сөйтіп келіп отырмын да сол. Жабайы бизнес екен, ол бизнес емес. Ең үздік, ең терең талқыланған бизнес талқыларды көргіңіз келетін болса, астындағы сілтеме арқылы Бизнес Лайф каналына тіркеліп алыңыз. Бизнес деген не мысалы да, айталық, енді бір ауыл шаруашылығы жайлы айтатын болсақ, сенде 10 гектар картоп егетін жер бар, сол жерде тура жаңа айтылған сияқты технологиямен бәрі жерді тыңайтасың, тұқымды уақытта әкелетін жерің бар, агрономия бар, тракторың бар, картоп қазып алғаннан кейін қоймаң бар, қоймақ ол сақталады. Содан кейін оны тарататын точкаларың бар, кімдерге базар ма, дүкендер ма, жоқ ресторандар ма тарататын точкаң бар, оны жеткізетін адамдар бар. Міне мынау бизнес. Түгел жолы қойылды, оған ары қарай дамытып жатсың, ол бизнес. А сен бүгін мынаны ертең көп бизнес ойлайды, бүгін телефон сатып кетсем бе екен, ертең машина сатып кетсем бе екен. Әр бұтаның басын бір шалғаннан кейін ол ештеңе болмайды. Қазір енді мен соған уже немді қойдым да. Ары қарай былай болады. Негізі посредниктер көп жағдайда посредниктердің күні өледі.
делдалдың көп, бірақ кейбір немеде өле қоймайды. Жақсы болады. Кейбір немеде өле қоймайды. Айталық, мысалы аяқ киім, былай енді бізде қиялдауға да тұрмайды да, мысалы Қазақстандағы бүкіл аяқ киімді өзіміз өндіре аламыз деген. Мүмкін емес қой. Мүмкін емес, нереально да, өйткені мысалы 7 миллион, 17 миллион халық болатын болса, бір адам бір жылда бір 5 пар киеді ғой орта есеппен да. Көз алдыңыз келсе 100 миллион пар, 100 миллион, 150 миллион пар аяқ киім тігу керек, және де ол әртүрлі болу керек та. Мокасин, қыстық аяқ киім, жазғы аяқ киім, туфли, там босоножка. Мүмкін емес, нереально да. Біз 1% өндірсек жақсы. Яғни аяқ киімде посредник болады. Өйткені ешкім аяқ киім сатып алам деп Қытайға, Турцияға бармайды да. Ары қарай аяқ киім нарқын битіп нетеді. Кім ұстайды десең, ары қарай түпкі аяқ киім нарқын. Көресіңдер енді 4-5 жылдан кейін интернет-маркетологтар ұстайды. Мысалы, мен бір аяқ киімді алып нетіп алдым, аяқ киімге уже бір фирмаға әбден сеніп алдым да, мысалы. Hugo Boss, Salamander бір фирмаға сеніп алдым. Уже оның меркісін мен айтады, білет. Әрбір брендтің өзінің бір, кейбір мала меркі болады, кейбір ұзақ, немене болады, подъем дұрыс немене болады деген сияқты маркасын түгел білем. Содан кейін соның немесін білем да, мен барып басым қатырғым келмейді. Қарай, мынандай керемет жақсы модель шығыпты, биыл басып кеп қалам. Одан кейін маған үйге алып келеді. Солай болады, үйге алып келеді, одан кейін мен мысалы бір келгенде 5-6 пар алып келеді. Соны киіп көрем де, мынау болады екен, рахмет, қалған қайтарып жіберемін. Сол келеді, дүкендердің орны сол түбі. Түсініп отырсың ғой? Сол сияқты енді ары қарай сен мысалы да жаңағы сияқты Алматыдан алып келіп Шымкентке әкеп сату, ол өледі. Өйткені Шымкенттегі шағын дүкендер Алматы интернетке кіреді, Инстаграмға кіреді, ол Инстаграм көріп жатыр. Айтады, немене мысалы, атың кім еді сен? Нұрбол. Нұрболдан алатын болсам, 87 теңге екен, Алматыдан алатын болсам, 15 теңге арасында бар, 70 теңге екен де. Жетумен жай 75 теңге, бәрібір мен 10 теңге немене болады. Соған заявка бере сатты, ол саған тікелей әкеп береді. Жаңағы міне екі ортадағы посредниктердің доставка дамып жатыр, өйткені көрдім, Россияда заказ берсем, маған үйіме ішіне әкеп берді да. Ұқтың ғой, жаңағы өледі, жаңағы посредниктер сен сияқты неменелер. Алматыдан алып Шымкентке сату, ол өледі. Енді сотта сен өлмейтін неме табуың керексің да. Жаңағы аяқ киім заводпен тікелей адам заводтан алу мүмкін емес. Ол үшін заводтың түгел системасын қою мүмкін емес, әрбір клиентке жетуі. Заводпен адамның арасында бұрын қазір мысалы аяқ киім жету үшін кемінде 10 посредник өтіп кететін шығар. Кемінде заводтан шыққаннан кейін, прям менің аяғыма кіргенше 10 посредник өтеді. Енді ары қарай сол посредник қысқара, бір-ақ посредник или 2-ақ посредник болып қалады. Түсінікті ме? Осы сияқты сен өлмейтін бір, егер саудамен айналысатын болсаң, өлмейтін неме таңдау керек. Мен сол заводпен істегім келеді да. Прямо заводпен істегім. Енді заводпен істегім келсе, ол завод маған бере салмайды да біріншіден. Енді давай тез таусылмайтын сала таңдап ал. Алдымен сегмент, не киім, не аяқ киім, не қос товар, не техника деген сияқты, соған экспертностың дамыту керек. Сол мен сұрайын, арзан тауарларды көрген дұрыс болмайды шеде, или үлкен заттардан көрген жоқ, жақсы ма? Тексермесең бар ғой, мысалы да, кез келген жерді қазу ма, жоқ. Тексерем деп жатыр ма? Жоқ, соны шұқып тексермесең, былай білмейсің, сыртына қарап отыр. Пока сыртына қарасаң, топырақ нормальный сияқты, қазып кеп қалсаң, жарты күректен кейін сарыз балшық шығуы мүмкін. Солай ғой да? Сондықтан кез келген нәрсені тексермей, былай сырттан байқай алмайсың. Кез келген өзіңе қалайды деген онан ал да, тексере баста. Егер ұсақ түйектен кейде оптан сатып көп пайда табуға болады. Мысалы, Абди сатады мұнан. Абди, білесің Абдиді да? Білем. 40 пайда табады. 40 пайда. Әрбір күнделік тетрадь, ұсақ түйек керек, бірақ керемет сұранысқа ие, әрқайсынан 3 теңге, 5 теңге, 10 теңгеден қосады, ол айына миллион теңге тұрады, үстіне 200 теңге қосады. Анда да пайда бар. Ол сенің қабілетіңе, ұйымдастыра алғаныңа, соған байланысты. Ол үшін 5-6 ағымды алу керек, 5-6 саланы тестировать ету керек. Жақсы, давай. Сенен неме шығар, тәжірибе бар, давай.